Құрметті тұрғындар, және де көлік жүргізушілер, 18 сәуір бүгін, яғни Қарақия аудан прокуратурасы мен Қарақия аудан полиция бөлімі және жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп жолда қабылдау акциясы жүргізілуде. Жолда қабылдау акциясы мақсаты жол көлік оқиғаларының алдын алу шараларын жүргізу. Яғни оның ішінде мал жануарлары мен жасөспірім, жаяу жүргізуші және тағы басқа жол көлік оқиғаларын алдын алу профилактикалық іс-шара жүргізу болып табылады. Жол көлік оқиғаларынан бөлек тұрғындар мен көлік жүргізушілерінің мәселелерін көтеріп, олардың заң шешімін қабылдап, түсіндірме жұмыстарын жүргізу. Құрметті тұрғындар, жолда мұқият және абай болуыңызды шақырамын.